Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді қуырмай жасалатын дімләма жасайтын боламыз. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Мен үнемі осы рецептпен жасаймын. Өте керемет болып шығады. Рецептіні өткізбей қараңыздар. Ең алдымен бізге қажетті өнімдерді атап өтсем, мен көріп тұрғандарыңыздай барлығын турап дайындап алдым. Ірі етіп тураймыз барлығын. Бізге керек қызанақ, болгар бұрышы, түрлі түсті цветофор болгар бұрышын қолдансаңыздар да болады. Ет, сарымсақ, пияз, сәбіз керек болады. Картопты да осылай ірі етіп турап дайындап алдым. Осындай аскөк керек болады және сұйық май, жарты кесе өзіңізге ұнайтын қалаған дәмдеуіштеріңіз. Менде паприка бар, қара бұрыш қосатын болам, укроп, әрине тұз керек болады. Ең алдымен құрғақ таза қазанымыздың ішіне етімізді саламыз. Осы етке енді тұз қосасыздар. Етіңіз тұздалмаған болса, міндетті түрде тұз қосыңыздар. Кішкене менің етім тұздалған болғандықтан тұз қосқан жоқпын. Және туралған сарымсақтың жартысын және лавр жапырағын, кішкене ғана паприка себебін және де қара бұрыш қоссаңыздар болады. Менде қара бұрыш қалмағандықтан қызыл бұрыш қосып, осының барлығын жақсылап, жаңағы дәмдеуіштер етке енгенше жақсылап араластырып аламыз. Бұлай жасаудағы себебіміз өте керемет дәмді болып шығады еттің дәмі. Содан соң еттің үстіне пиязымызды орналастырып шығамыз. Пиязын көптеу қылсаңыздар, дімләмаларыңыз өте дәмді болатын болады. Оның үстінен сәбізімізді салып орналастырамыз. Және картопымызды салып, жақсылап бір келте орналастырып аламыз. Енді осы картоптың үстіне міндетті түрде тұз салуды ұмытпаңыздар. Тұзды мен көз мөлшерімен салып шықтым. Өздеріңіз тамағыңыздың көлеміне, мөлшеріне қарай саласыздар. Кішкене паприка салдым және кішкене ғана қызыл бұрыш салдым, укроп салдым. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Және де жаңағы қалған сарымсақты салдым. Енді осы картоптарымыздың үстіне болгар бұрыштарында жақсылап орналастырып шығамыз да, оның үстіне туралып алған аскөктерімізді саламыз. Және де кішкене ғана томат пастасын қосатын боламын түс беру үшін. Және туралған қызанақтарымызды салып орналастырып шығамыз. Осы қызанақтардың үстіне де кішкене тұз сеуіп жіберуді ұмытпаңыздар. Және міндетті түрде лавр жапырағын қосатын боламыз. Өте керемет дәм береді лавр жапырағы. Және 40 қабатты осылай ірі етіп турап алып, осы қазанымыздың бетін жауып шығатын боламыз. Осылай біздің дімләмамыз оп-оңай жасалады. Барлық 40 қабатты осылай орналастырып алғаннан соң бетіне кішкене тұз сеуді ұмытпаңыздар. Және де жаңағы сұйық майымызды осының бетіне құйып, қазанның қақпағын жауып, ең алдымен қатты отқа қоямыз. Қазанымыз бір қатты қайнағаннан соң оттың астын баяу отқа қойып, баяу отта 1,5 сағат 50 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді дімләмамыз дайын. Маған жалпы осылай қуырмай боқтырып жасаған ұнайды. Өте дәмді, ешқандай су құймаса да өзінің сөлінде керемет болып пісіп шығатын болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаркүл. Рецепті ұнаса каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.